Армысыздар, айдынды өлкенің айбынды халқы, сіздермен бірге Алакөл жаңалықтары. Эфирде Алтынай Қалиқызы, алдымен аңдатпа. Облыс көлемінде 9-шы болып Шарал қаласында ашылған сервистік әкімдік халыққа қандай пайдасын тигізбек? Коронавирус салдарынан республика бойынша онлайн форматта өткен алғашқы қоңырау мерекесі аудандағы білім саласына қандай әсер бермек? Алғашқы рет өңірімізде ашылған медициналық колледж жастарға қандай мүмкіндік сыйлап отыр? Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын іске асыру мақсатында Алакөл ауданының орталығы Шарал қаласында сервистік әкімдік өз қызметін бастады. Халық игілігіне қарай ашылған орталықтың өзектілігін бүгіннен ақ байқауға болады. 21-ші ғасырдың сұранысына сай жабдықталып, тұрғындарға да толықтай жағдайлар жасалған. Толығырақ тілшіміз баяндап берсін. Бүгінде мемлекет дамуының және әлеумет әлеуетінің көтерілуіне кедергі келтіріп отырған сыбайлас жемқорлық көріністерін азайту. Сонымен қатар мемлекеттік қызметтегі ашықтық пен қолжетімділікті қамтамасыз етуді көздеген сервистік әкімдіктің ашылуына Алматы облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет басқармасы басшысының бірінші орынбасары Жандос Жұмабаев аталған департамент жанында құрылған облыстық ақпараттық үгіт насихат штабының төрағасы Серік Мұқан арнайы келді. Жалпы барлығыңызға мәлім, сервис әкімдіктің ашылуы бұл осы мемлекеттік органдардың, мемлекеттік қызметкерлердің халыққа ашықтығын, мынау қандай да бір өз тараптарынан көрсетіп жатқан қызметтерді электронды форматта және де бұл жерде барлығы ауданның жаңағы тиісті көп халыққа жиі кездесетін беретін мемлекеттік қызметтер осы жерде шоғырланған бөлімдер, ауданның жаңағы қалалық бөлімдер осы жерде орналасқан. Енді бұл жерде біздің қойған талаптарға сәйкес барлық орындалған, яғни теледидар қойылған, бұл жерде жаңа тиісті роликтерді жемқорлыққа қарсы жалпы түсіндіру жұмыстарын жүргізу үшін өз-өзіне қызмет көрсету бұрыштары орналастырған екен. Мына инвалидтерге де арнайы жаңағы өзінің бәрінің жасалған жұмысы. Содан кейін мынау диспенсер бар екен, отыратын орындықтары барлығы өте біздің қойған критерийге сәйкес келеді екен. Болашақта бұл халық үшін жасалып жатқан дүние. Облыс бойынша 9-шы болып өз қызметіне кіріскен сервистік әкімдікте қазір Шарал қалалық округ әкімдігінің аппараты, аудандық білім, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, тұрғын үй шаруашылығы, сәулет және қала құрылысы, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімдері мен халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары орналасқан. Мемлекетіміздің негізгі байлығы халық қой, сондықтан да халыққа қызмет көрсету ол бірінші кезекте тұру керек. Осы Алакөл ауданының басшыларының мына бюджеттен тыс қаржы тауып осындай халыққа қызмет көрсету орталығын ашып жатқан ол нұрсын өнер деп айтуға болады. Себебі қазір президенттің де кеше елбасында қойған негізгі мақсат халықты үйінен шықпай отырып, немесе әрбір мекемеге жүгіріп жүріп емес, бір жерден топтасқан мынандай орталық жерлерден мәселелерін шешу, әлеуметтік мәселелерді әсіресе. Жаңағы айтып отырған балаларды балабақшаға кезекке қою, немесе жұмысқа тұру, немесе әлеуметтік саладағы алатын ақшалай көмектердің бәрін осындай бір-ақ жерден шешіп, бір-біріне жүгіртпей, уақытты да үнемдеп, халықтың да мәселесін шешу керек. Артынша аудандық әкімдіктің мәжіліс залында Алматы облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы департаментінің атқарған жұмыстарын пысықтау мақсатында жиын өтті. Маржан Іңкәрбек, Алмат Есенбеков, Нұрбақыт Меңдібайұлы арнайы Алакөл жаңалықтар үшін. Аудан аумағында оқушылардың, педагогтардың және де ата-аналардың денсаулығын сақтауды қамтамасыз ету, сондай-ақ коронавирустық инфекцияның таралуының алдын алу мақсатында 2020-2021 оқу жылының басталуына орай өткізілетін іс-шаралар өңіріміздің 44 мектебінде қашықтықтан өткізілді. Жаңа оқу жылының жоспарларын толығырақ тілшіміз тарқатып берсін.
Өңірімізде пандемияға байланысты шектеулер ескеріліп, бірінші сыныптың 1258 оқушысына сынып сағаты қатаң санитарлық талаптарды сақтап өткізілді. Ал 7 мектепте 412 оқушы штаттық режимде, 37 мектепте 12935 оқушы онлайн режимде ұйымдастырылды. Алакөл ауданы бойынша 2020-2021 оқу жылында болжаммен 44 мектепте 14605 оқушы білім алады. Оларға 1742 мұғалім сабақ береді. Биылғы оқу жылын біз 3 бағытта ұйымдастырмақшымыз. Бірінші штаттық режимде ол 7 мектепте 1412 оқушы штаттық режимде білім алады. Интернет жүйесі арқылы 23 мектебімізде 10479 оқушы білім алса, 14 мектепте интернеті төмен болғандықтан 2456 оқушы телеарна арқылы білім алады. Бірінші сыныпқа биылғы оқу жылында біз 1358 оқушы қабылдадық. Оның 115 тобында кезекші сыныптарда 1258 оқушы штаттық режимде білім алмақшы. Қазіргі таңда бірінші сынып оқушылар мектептен білім алып жатқандықтан, әр мектеп дене қызуын өлшейтін құралдармен жабдықталып, шәкірттер жіті тексерістен өтуде. Биылғы оқу жылында барлығымызға белгілі мектеп қашықтықтан оқитын болғаннан кейін мектепте бірінші сыныптар қашықтықтан оқытылып жатыр. 39 оқушы бар. 39 оқушының 34 оқушысы 4 кезекші сыныпта қашықтықтан оқытылып жатыр. 5 бала үйден дистанционды қашықтан оқытып жатыр. Сонда барлығы 3 мұғалім қазір кезекші сыныптарға сабақ беріп, дәріс беріп жатыр. Көп балалы жанұяладағы балаларға 71 ноутбук пен компьютер үлестіріліп берілді. Барлық оқушылар мектепте 100% кітаппен қамтылды. Қашықтан өткізілген сынып сағаттары барысында 1-4 сыныптарда Абай Құнанбаевтың 175 жылдығы, 5-8 сыныптарда Әл-Фарабидің 1150 жылдығы және 9-11 сыныптарда Қазақстан Республикасы Конституциясының 25 жылдығы тақырып ретінде алынды. Коронавирус инфекциясының таралуының алдын алуға байланысты шектеулер кезеңіндегі оқу жылын бастауда білім беру үдерістерінің ерекшеліктері ескеріліп, оқушылардың денсаулығына, сапалы білім алуға деген ынтасына назар аударылды. Енді осы биылғы оқу жылында барлық менің тілегім ата-аналардың атынан. Балалар өстіп мектепке келсе екен, құшақтарын жайып, өйткені қанша дегенімен үйде оқыған, үйде білім алған ол бөлек, сыныптастарының арасында жүріп білім алған ол басқадай. Сондықтан барлық ата-аналардың атынан балаларымыз мектепке оқуға аяқ бассы екен деймін. Мына індетіміз тезірек жойылып, дүние жүзімізде барлық жерде денсаулық орнасы екен деймін. Алдағы уақытта да санитарлық талаптар барынша сақталып, жаңа форматтағы оқу үдерісі өз жұмысын жалғастырмақ. Аслан Маханов, Нұрбағыт Хусинов, Алмат Есенбеков, арнайы Алакөл жаңалықтар үшін. Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында ауданымызда тұңғыш рет медициналық колледж ашылды. Атаулы күнге орай өткізілген жиында алғашқы грант иегерлері де анықталды. Толығырақ тілшіміз тарқатып берсін. Аталған колледжге 2020-2021 оқу жылына ауданымыздан 85 оқу білімгерлері қабылданып, көп балалы отбасынан шыққан білімгерлерге 1 миллион теңгені құрайтын грант сертификаттары табысталды. Осыған дейін Алматы медициналық колледжінің филиалы Нарынқолда ашылған болатын. Енді міне Алакөл ауданында да бір корпусы жұмысын бастады. Білімгерлер фармацевтика, емдеу ісі, стоматология және медбикелік іс мамандықтары бойынша білім алады. Фармацевтика бөлімін бітірген азамат кез келген дәріханаға фармацевтикалық компания өкілі, маркетолог қызметіне жұмысқа тұра алады. Сондай-ақ, емдеу ісін бітірген түлектер фельдшер мамандығын алып шығып, емханаларда, амбулаторияда өз бетінше қабылдап, емдеу және тексеру жоспарын тағайындап, профилактикалық шараларды іске асыра алады. Ал медбикелік іс бөлімін бітірген студенттер дәрігерлік процесстердің барлық қыр-сырын меңгеріп шығады. Колледжден соң біліктілігі мен білімін жоғары оқу орнында шыңдап, жалғастыруға мүмкіндік бар. Мақсаты мен міндеттер бұл әлеуметтік
жағдайға байланысты қазіргі өкіметте болып жатқан әлеуметтік жағдайды біз көтерудің мақсатында және де медициналық орта буындағы біздің әріптестердің жетіспеуіне және де осы жақында болған пандемияға байланысты өте көп орта буындағы медициналық қызметкерлер дайын болған жоқ және де жетіспеді. Сол себептен біз бұл проектіні ашып отырмыз. Бүгін біздің открытиямыз болып отыр. Балаларды жинап, барлықтарына 1 миллионнан грант беріліп отыр. Балаларға беріліп отыр. Көп балалы отбасымен, жағдайлары төмен отбасыларына беріліп жатыр. Осындай грант беріліп отыр. Енді ойлаймын, осы біздің талант медициналық колледжін бітірген азаматтар мен азаматшалар осы колледжін бітіргеннен кейін біздің ауданымызға еңбегі сіңіп, көптеген еңбек етіп, биіктен көрінеді деп ойлаймын. Тек қана жақсылық тілеймін. Қазіргі уақытта әлемге қауіп төндіріп отырған пандемия кезінде Қазақстанда да ақ халатты медицина саласының мамандарының тапшылығы сезілуде. Осы орайда ауданымызда ашылған медициналық колледжінің түлектері болашақта денсаулық сақтау саласына өзіндік үлестерін қосады деп сенімдеміз. Осындай колледж ашып, осындай пандемия болып жатқан кезде бір жағынан осы Үшарал қаласына да пайдалы болады, және де осы сіздердің үміттеріңізді ақтауға тырысамыз. Зор үмітпен сіздер бізге көмек беріп жатсыздар, және де біздің алғысымыз сіздерге шексіз. Көп-көп рахмет айтамыз. Маржан Іңкәрбек, Алмат Есенбеков, Нұрбақыт Меңдібайұлы, арнайы Алакөл жаңалықтар үшін. Бүгінше келіп жеткен жаңалықтар легі осындай. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.